Қалайсыздар? Біз Unit 69-ға келдік, яғни 69-шы сабаққа келдік. Бұл Essential Grammar in Use деген кітап бойынша өтіліп отырған қазақ тілінде толықтай ағылшын тілі сабағы. Бұл сабақта шамамен 100-ден астам сабақтар бар. Біз 69-шы сабаққа келдік. Біздің YouTube каналымызда осы 1-ден бастап 69-ға шейін сабақтар бар. Тіркеліңіздер, қараңыздар. Ішінде өте маңызды ережелер талқыланды. Енді осы 69-шы сабақта біз артикльді салыстырмалы қарайтын боламыз. Деген артикль мен the артикль. Алдыңғы сабақтарда біз көбінесе деген артикльді өткен едік. Енді бүгін the-ні де бірге алып, екеуін салыстыратын боламыз. Суретті қарайтын болсаңыздар, суретте 3 терезе тұр. Бірінші суретте 3 терезе тұр. Сосын мамасы қызына сұрап отыр. Can you open a window? Сен терезені ашасың ба? Міне window деп қолданып тұр. Неге? Себебі деген сөзі жалпы бір терезені меңзейді. Бір нақты бір терезені емес, жалпы әйтеуір бір терезені ашшы деген мағынада. Яғни 3 терезе тұр. Үшеуін біреуін ашса, мүмкін біріншісін ашарсың, мүмкін екіншісін ашарсың. Жалпы әйтеуір бір терезені ашшы. Мүмкін үй ысып кетті, ауа кірсін деп әйтеуір бір терезені ашсын деген мағынада айтқыңыз келсе, онда осы window деп айтасыз. Ал енді екінші суретті қарасаңыз, жалғыз бір терезе тұр. Терезені ашасың ба деген кезде, ол түсінікті. Осы именно осы терезе жайында айтылып отырғаны. Сондықтан осы терезе бір белгілі айтып тұрған адамның ойында да сол терезе тұрған бір белгілі терезе болатын болса, онда the артиклін қолданатын боламыз. Can you open the window? Терезені ашасың ба? Онда тек бір терезе болғандықтан, екеуі де түсініп тұр, қай терезені айтылып тұрғандықтан, сондықтан the қолданатын болады. Мысалдарын қарайтын болсақ. I've got a car. Менде машина бар. Жалпы әлемде машиналар көпті. Менде сол көп машиналардың біреуі бар деген. Нақты бір машина жайында айтып тұрған жоқ. Ал енді the мен айтатын болсақ, қараңыз. I'm going to clean the car tomorrow. Мен машинаны ертең жуайын деп жатырмын. Машинаны жуайын деп жатырмын деген кезде уже түсінікті да. Яғни өзінің машинасын жуайын деп жатқан. Жалпы бір әлемдегі бір машинаны жуайын деп жатырмын деген жоқ. Белгілі бір машинаны. Сосы the-нің орнына my деп қолдануға болады. My car. Менің машинамды жуайын деп жатырмын деп айтуға болады. Can I ask a question? Мен бір сұрақ қоя аламын ба? Сұрақ қоя аламын ба? Жалпы сұрақтар көпті, соның біреуін қояйын ба деген мағынада. Жалпы бір сұрақ деген кезде осы ні қолданамыз. Can I ask a question? Can you repeat the question, please? Сұрағыңызды қайталай аласыз ба? Өтініш дейді. Уже мына жерде белгілі бір сұрақты айтып тұр. Яғни бұрын сіз сұраған сұрақты айтып тұр. Is there a hotel near here? Мына жерде жақын бір отель бар ма дейді. Әйтеуір бір отель. Сол кезде осы ні қолданамыз. A hotel. We enjoyed our holiday. The hotel was very nice. Біз демалысымызды күшті өткіздік. Отель өте жақсы болды дейді. The hotel. Нақты біз демалған отель жайында айтылып отырғасын. The hotel. So the-ні our деп айтуға болады. Our hotel. Біздің отель. Белгілі болғандықтан the-ні қолдандық. Paris is an interesting city. Париж ол қызықты қала дейді. Парижде көп қалалары бар да. Сол Париж деген сол қалалардың бірі. Париж is the capital of France. Париж ол Францияның астанасы дейді. Астана біреу болғандықтан the-ні қолданамыз. The capital. Именно сол астана. The. Lisa is a student. Lisa студент. Жалпы студентті. Студенттер көп қой. Соның біреуі. Lisa is the youngest student in her class. Лиза өзінің классында, сыныбында ол ең жас студент. Ең жас біреу ғой, тек. Сондықтан the-ні қолданамыз. The youngest student. Енді мен the-ні салыстырып көрейік. Қараңыздар. I bought a jacket and a shirt.
мен жакет пен көйлек сатып алдым дейді. Жалпы жакет сатып алдым дейді. Және жалпы көйлек сатып алдым дейді. The jacket was cheap, but the shirt was expensive. Жакет арзан болып, бірақ көйлек қымбат болды дейді. Мына жерде қараңыздар. Бұрын айтылған нәрсені келесі сөйлемде сол бұрынғы айтылған нәрсені қайттан айтып атсаңыз, онда сіз then қолданасыз. Сіз бұрын жакет сатып алдыңыз, Бұрын емес, бұрынғы сөйлемде жакет сатып алдым деп айттыңыз. Жалпы бір жакетті. Енді сол жакет арзан болып шықты. Яғни қай жакет? Сіз сатып алған жакет. Яғни уже белгілі болып ауысты уже. Сондықтан сіз the деп қолданасыз. Егерде біз бір сөздерді қолданып, және сол сөздер келесі айтып атқан адамға анық болса, именно не нәрсені айтып тұрғанымыз анық болатын болса, онда оның алдына the деп қолданамыз. Ол көбінесе қандай? Бір бөлмелерге қатысты, бөлменің бір заттары анық болады ғой. Мысалы, сіз бір бөлмеде отырсыз да, потолок деп айтатын болсаңыз, түсінікті да тыңдаушы адамға. Қандай потолокты айтқан керек тұрғанын. Немесе лампочка, немесе есік, немесе терезе, немесе пол дейтін болсаңыз, солардың алдына the-ні қолданатын боласыздар. Мысалы, the door, есік, the ceiling, потолок, the floor, пол, the carpet, ковер, the light, лампочка. Немесе үй жалпы, үйге қатысты алатын болсақ, the roof, крыша, the garden, бақша, the kitchen, кухня. Түсінікті болады, кухня деген кезде. The bathroom, ванная. Немесе қалаға қатысты, the center, the station деген сияқты, станция. Осы нәрселерде сіз the-ні қолданатын боласыз. Мысалдарды қарайық. Where's Tom? Том қайда? In the kitchen. Кухняда. Түсінікті да, сіз Том қайда деген кезде, кухня деген кезде, уже жауапта қай кухня деп отырмайсыз. Түсінікті болады, себебі әдетте үйде бір кухня. Turn off the light and close the door. Светті сөндірде, есікті жап дейді. Осы свет деген кезде, лампочканы сөндір, светті сөндір деген кезде белгілі, не светті айтып тұрамыз. Есікті жап деген кезде де, қай есікті айтып тұрамыз белгілі. Сондықтан осы the қолданады. Do you live far from the center? Сен центрдан алыс тұрасың ба? Центр деген кезде түсінікті. Жалпы қаланың, өзінің қаланың центрін сұрап тұрған. Сондықтан бір түсінікті нәрсе болғандықтан алдына the қоясыз. I'd like to speak to the manager, please. Мен менеджермен сөйлескім келіп тұр, дейді. Ол да белгілі. Сіз бір белгілі дүкенге келіп тұрсыз, менеджер тұрғасын, сол дүкеннің менеджерін сұрап тұрғаныңыз белгілі болғандықтан the-ні қолданасыз, the manager. Міне картинканы қарайтын болсаңыз да, the ceiling, потолок, the light, лампочка, the floor, еден, the door, есік. Осылардың барлығы the-мен келетін болады. Себебі ол түсінікті жайт. Осымен сабағымыз аяқталды. Ұнаған болса лайк басыңыздар, тіркеп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар.